менің нығметтерімді санамақшы болсаңдар, ешқашан санына жете алмайсыңдар деген Алла Тағала. Сол нығметтің ең үлкені жігіттер, бұл иман нығметі. Имандылықтан артық нығмет жоқ. 60-70 жыл өтеді жігіттер. Бірақ ана жақта бір күнің 50 мың жылға татитын қияметтің бір күнінде сен осы имандылығының болғандығы үшін сен сол жерде альхамдулилля деп кетесің да. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бір күні сахабалармен бірге отырған кезде айтады екен: "Мән ажабу нас иманан". Ең иманы ғажайып адам кім деп сұраған екен. Сол кезде сахабалар ғой, аль-малайка, ол періштелер шығар депті. Олардың имандары Аллаға енді кіршіксіз ғой деп. Жоқ депті пайғамбар алейхиссалату вассалам. Олар Алланың құзырында ғой, олардың иманы күшті болатындай бар әрине, бірақ олар емес. Уан-набиюн, пайғамбарлар шығар депті. Пайғамбарлар Алладан тікелей уахи алып жатыр емес па, Жебірейіл арқылы. Олардың әлбетте имандары көтерілетіндей бар, бірақ олар емес. Уанахну, біз шығар онда депті. Сахабалар, Абу Бакр бастаған, Омар қостаған сахабалар біз шығар депті. Жоқ депті, сендер емессіңдер. Сендер маған уахи түсіп жатыр, менен тікелей тәрбие алып, менің уахиларымды көріп, көзайым болып жүрсіңдер. Әрине сендердің имандарың күшті, бірақ ғажап, таңғажайып, менің өзім таңғалатындай иманы бар адамдар бар. Олар хум уммати алладина аману би валам ярауни. Олар менің үмбетім ғой депті. Олар мені көрмейді, бірақ көрмесе де менің артымнан ереді деген. Міне сіздер менен біздің иманымызды, жаңа айтып отқан байлығымызды Алла Тағаланың елшісі сонау 14 ғасыр бұрын Мәдинада отырып, таңғалып, ғажаптанып, өзі риза болып кеткен да. Біз енді сол иманымызды қазір дүнияға сатып жіберсек, егер сол иманымызды қазір әйелге сатып жіберсек, сол иманымызды малға сатып жіберсек, онда пайғамбар алейхиссалату вассаламның таңғалған иманына сен селкеу келтірдің ғой онда. Сен онда оны айырбастап жібердің ғой.